Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазақ тілінің 127 сабағы 2 сынып. Тақырыбы сан есім. Мәтін түрін анықтайсың. Дерек көздерден қажетті мәліметті табатын боласың. 28 жаттығу өлеңді мәнерлеп оқы. Өлең не туралы? Оған ат қой. Бұл сипаттау мәтіні ме, әлде әңгімелеу мәтіні ме? Келісіп, қолдасып, шықтық сейіл серуенге. Қырқаны асып, жондасып, жүрдік еңіс өрменде. Ауыл қалды жырақта, жұбымызды жазбадық. Аунап жасыл құраққа, тау қойнауын шарладық. Бала, бұл жерде түсініксіз сөздер жырақ, сейіл, еңіс. Жырақ дегеніміз бір адамның немесе заттың алыс болғанын білдіреді. Ал сейіл дегеніміз қыдыру, көшеде қыдыру, бау-бақшада қыдыру болады. Ал еңіс ылди, құлама құлди, өрдің ойға қарай түсе берісі. Мысалы, биіктен төмен қарай кез келген көліктер жүре бастайды. Осыны еңіс деп атайды екен. Өлең саяхат туралы, ал өлеңнің атын қоятын саяхат. Бұл әңгімелеу мәтіні, себебі не істеді, қайты деген сұрақтарға жауап беретін сөздер өте көп. Мысалы, жетелесіп, қолдасып, асып, жүрдік, қалды, жазбадық, шарладық, аунап деген сөздердің барлығы етістік. Сондықтан бұл әңгімелеу мәтініне жатады. Бұл жерде суреттен де өздерің көруге болады, балалардың саяхаттау суреттері. 29 жаттығу сандарды сөзбен жазып, өлеңді көшіріп жаз. 1, 2, 3, ал кәнекей 4, 5, 6, 7, мынау ауыл шеті. 8, 9, 10, ал кәнекей қон. Балалар, бұл санамақтың түріне жатады. Бұл жерде сандардың барлығы да үтір арқылы бөлек-бөлек жазылады. 1-ден баса 10-ға дейінгі сандар, есептік сандар түрлері, дара сан есім деп айтамыз. Және негізгі сан есімдер, өйткені барлығы да түбір сөзден құралып тұр. Енді келесі жаңылтпашты жатқа айт. Балалар, жаңылтпашты жаттап алыңдар. Алакөл, дара көл, алакөлді қара көр. Ол көл, мөлдір көл. Алакөл туралы не білесің? Үлкендерден сұрап ал дейді. Неке мынау алакөлді суретін көріп отырсыңдар, өте керемет, шипалы су. Сондықтан алакөл Қазақстандағы ең ғажайып көлдердің бірі екен. Аумағы 20 000 гектардан асатын бұл өлкеге денсаулығын түзеткісі келетінден басқа теңдесі жоқ көлде шомылу мен балық аулағанды ұнататын адамдар да келе бастайды екен. Балалар, содан кейін шағын алакөл туралы бейнефильмді көріп алыңдар. 31 жаттығу көрнектің орнына тиісті сан есімдерді қойып жаз. Жандос 8 жаста, атасы 70 жаста. Жандос 2-ші сыныпта оқиды, ол атасымен жайлауға барғанды ұнатады. Енді сан есімдер қандай сөзбен байланысты тұр? Сан есім 8, 72, 8 жаста деген сөзбен байланысты тұр. 70 жаста, 2-ші сыныпта деген сан есімдер қасындағы сөздерін байланысты тұр екен. Осымен біз сабағымызды аяқтаймыз, балалар. Сау болыңдар. Алакөл атауы ежелгі түрік және моңғол сөздерінен аударғанда ұлы көл немесе таулы көл деген мағына береді. Көл суының түсін алғаш рет қарағанда анықтау қиын. Ұсақ көлдердің түсі алуан түрлі болады. Айталық, сасық көл көгілдір түсті, қоржын көл сұрғылт, қылы тұс сары. Жергілікті тұрғындар көлдің пішінінің, түсінің, көлемінің әртүрлі болғаны үшін алакөл деп атап кеткен. Алакөл ұялы, жалаңаш көл, сасық көл және тағы басқа ұсақ көлдерден тұрады. Аралдармен бірге есептегенде көлдің ауданы 2696 шаршы шақырым, су көлемі 58 куб шақырым, ені 52 шақырым, ұзындығы 104 шақырым, жағалау сызығының ұзындығы 348 шақырым. Көлдің орташа тереңдігі 22 метр, ең терең жері 54 шақырым. Алакөл жағалауы арал, шығанақ, айлақ және үйістермен тігістелінген. Үлкен, кіші аралтөбе, белқұдық және тағы сондай сияқты аралдар бар. Жағалаудың климаты шұғыл континенталды. Солтүстік жағында жел жылдамдығы 42 метр секунд, ал оңтүстік, шығыс және